Hello kids, welcome to my another English lesson. In this lesson you will learn about the word order in English sentences. Бүгінгі сабақта ағылшын тілінде сөйлемдердегі сөздердің реті, яғни әр сөйлемде қай сөзді қандай ретпен қолдану қажет екендігін үйренеміз. Жалпы көрінісі, формуласы осылай. Бірінші subject, одан кейін predicate, then object, manner, how, place, where, time, when. Яғни, ең бірінші бізде subject тұрады сөйлемдерде. Subject дегеніміз ол не? Subject, pronoun, ол есімдік болуы мүмкін, ол зат есім болуы мүмкін, ол зат есім және есімдік болуы мүмкін, екеуі бірге, және possessive adjective, яғни алдыңғы сабақта өткеніміздей possessive adjective болуы мүмкін. Next, келесі бізде сөйлемде predicate. Ол дегеніміз көмекші етістіктер, auxiliary verbs. To be етістігі, бір етістік немесе екі етістік келуі мүмкін. Then object, одан кейін how, қалай деген сұраққа жауап беретін сөз, place, where, қайда деген сұраққа жауап беретін сөз, time, when, қашан, яғни уақытты көрсететін сұраққа жауап беретін сөз сөйлемнің ең соңында тұрады. Ал енді subject, predicate, object, manner, how, place and time. Мәселен, she is happy сөйлемі. She бізде subject, pronoun, есімдік, is дегеніміз ол to be етістігі, happy сипаттап тұр. Қандай? She is happy, ол бақытты. Дәл осы формулаға салып, екінші сөйлемде берілген сөздердің дұрыс ретін тауып көрейік. Ең бірінші бізге subject керек. Яғни кім не сұрақтарына жауап беретін зат есім, немесе ол есімдік болуы мүмкін. Бірінші бізде тұрады they, одан кейін етістік, to be етістігі, немесе көмекші етістіктер. They are, қай жерден? From China. They are from China. Келесі, lions are fast animals. Lions subject, are to be етістігі, қандай, не, жануарлар. Lions are fast animals. Jim, кім, is to be етістігі, 12 years old. Jim қаншада? So, next. Predicate. I like bananas and oranges. I, мен, не істеймін? Like, жақсы көремін. Нені? Bananas and oranges. She, етістік, can dance very well. Бұл жерде екі етістік көріп тұрмыз. Can, істей аламын. Dance, билеу. She can dance very well. Келесі, өзіміз жасап көреміз. Trees climb, cats can. Julia have and got Peter old bikes. Соңғы екі сөйлемді өзіміз ретін қойып көрейік. Thank you for your attention. Good luck.